Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы дәрумендерге толы қызылшадан 3 түрлі салат жасап көрсетемін. Әр салаттың дәмі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Егер диета ұстап жүрген кісілер болатын болса, дәл осы салатты жасап майонез қоспай жей берсе де болады. Видеоны соңына дейін қарап, астындағы подписаться деген батырманы басып және қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ең алғашқы салатымыздың құрамы 2 алма, 1 граната және 2 қызылшадан тұрады. Ең алдымен алмамыздың қабығын ашып, одан соң дәл осылай кубиктап турап аламын. Бұл салатқа алма өте ерекше дәм береді, сондықтан алманы көп қоса берсеңіздер болады. Туралып дайын болған алмамызды ыдысымызға салып, енді қызылшаны дәл осылай етіп турайтын боламын. Қызылшаның адам ағзасына пайдасы зор екенін барлығыңызда білесіздер. Енді оның үстіне алма мен гранатаны қосатын болсақ, дәрумендерге толы керемет салат шығады. Енді дайын болған қызылшаны алманың үстінен қосып және гранатаны қосатын боламыз. Менде ашылып дайын тұрған граната. Өкінішке орай майонез қосқан жерім видеоға түспей қалған екен. Мен кәдімгі три желания майонезін қосып араластырдым. Егер сіздер қаймақ қоссаңыздар да, йогурт қоссаңыздар да, салаттың дәмі еш өзгермейді. Міне бізден осындай өте дәмді салат дайын болып шықты. Енді екінші салатымыз жасауға кірісеміз. Екінші салатымыз тек қана чеснок пен қызылшадан ғана тұрады. Қызылшаны теркадан осылайынан жақсылап өткізіп аламын. Дайын болған қызылшамызды ыдысымызға салып, үстінен чеснокты өткізіп алатын боламыз. Бұл жерде менде чеснок үлкен болғандықтан жартысын ғана өткізіп алдым. Және үстінен майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Бұл салаттың дәмі чеснок қосқаннан кейін дәмі өте ерекше болады. Міне осымен біздің екінші салатымыз да дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шықты. Үйге келген қонақтарға ұсынсаңыздар да риза болып жейтін болады. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Кезекті үшінші салатымыздың құрамы қызылша, картоп және жұмыртқадан тұрады. Алдымен жұмыртқамыздың қабығын ашып алып, кубиктап турап аламыз. Туралып дайын болған жұмыртқаны ыдысымызға салып, дәл осы сияқты кубиктап картопымызды да турап шығамыз. Дәл осы секілді кубиктап қызылшамды да турап шықтым. Одан соң осы салмамыздың үстіне салып, араластырамыз және үстінен майонез қосып жібереміз. Майонезін қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің үшінші салатымыз да дайын болды. Бұл салаттың үшеуінің дәмі бір-біріне ұқсамайды. Әр қайсысының дәмі ерекше болып шығады. Бұл салаттың барлығы адам денсаулығына өте пайдалы, дәруменге толы салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.